Сәлем достар, бүгін сіздерге 1-2 жас аралығындағы балалар үшін топ 5 ойыншықтар тізімін айтамыз. 2 жаста ұсақ моториканы, табандылықты және логикалық ойлауды дамыту маңызды. Сондықтан балаңызға пайдалы ойындарды таңдаңыз. Бірінші орында ол әрине пирамида. Ойыншықтар 8 айдан асқан балаларға жарамды. Пирамида ұсақ моториканы дамытады, түстерді және сандарды зерттеуге көмектеседі. Екінші орында кубиктер. Олар 10 айлық балалардан бастап беруге болады. 2 жастағы балалардың блоктардан жаңа пішіндер жасауға қызығушылығы артады. Кубиктердегі жемістер, жануар суреттері де пайдалы болады. Олардың көмегімен сіз әлемді танытуға көмектесесіз. Бұл ойын сөздік қорды дамытып, есте сақтау қабілетін дамытады. Үшінші орында сортер немесе сұрыптағыш. Бұл ойыншық 1 жастан асқан балаларға ұсынылады. Бұл ұсақ моториканы және қабылдауды дамытуға көмектеседі. Сонымен қатар формаларды зерттеуге ықпал етеді. Төртінші орында пазлдар. 2 жасқа дейінгі балаларға ұсынылады. Алдымен ағаштан және таза материалдан жасалған қарапайым және көлемді бұйымды алған жөн. Пазл жинай отырып, бала қиялын және ойлауын дамытады. Логикалық ойлауға да үйренеді. Бұл ойын балабақшаға дайындық кезінде де пайдалы болып есептеледі. Тізімнің соңғы кезегін матрешка қуыршақтарына береміз. Матрешка ұсақ моториканы, есте сақтауды, логиканы және өлшем идеясын дамытады. Бұл қуыршақтар 1,5 жастан асқан балаларға жарайды. Ойыншықтардың тізімі сіздерге пайдалы болды деп санаймын. Көңіл бөліп қарағандарыңызға көп рахмет. Видео ұнап жатса, лүпіл басып арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше қош сау саламат болыңыздар.